Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен торттың сыртына обтяжка жасаудың құрамымен бөлісемін. Достар, тортымыз теп-тегіс біркелкі болу үшін, яғни біз торттың сыртқы қабатына обтяжка жасаймыз. Келесі бізге керекті заттар: бельгийский натуральный шоколад керек, және де творожный сыр. Сонымен қатар 82% сапасы жақсы сары май керек. Енді бір ыдысқа сары майымызды салып, оны жұмсарғанша миксерлейтін боламыз. Енді жұмсарған сары майдың үстіне творожный сырды салып, тағы да біркелкі консистенция болғанға дейін миксерлейміз. Достар, торттың обтяжкасы жақсы шығу үшін біздің майдың сапасы да өте жоғары болу керек. Міне достар, видеода көріп тұрғандарыңыздай, сары май мен творожный сырдың консистенциясы осындай болу керек. Келесі ақ шоколадты микроволновкада немесе водяной баняда осылай жұмсарғанша ерітеміз. Өте қатты 45 градусқа дейін ысытпаңыздар, 20 градус жеткілікті. Енді ерітілген шоколадты жаңағы консистенцияға салып, миксердің көмегімен біркелкі болғанға дейін миксерлейміз. Енді дайын болған кремді осындай кондитерлік пакетке саламыз. Егер крем тым жұмсарып кеткен болса, оны холодильникқа 30 минутқа қоюға болады. Мен алдын ала осылай тортты пісіріп алдым. Енді торттың сыртына жаңағы дайындап алған обтяжка, яғни кремді жағып шығатын боламыз. Кремді біркелкі қылып жағу үшін бізге осындай кондитерлік шпатель керек. Кондитерлік шпательдің көмегімен торттың яғни бетін және жан жағын тегістеп біркелкі қылып жағамыз. Сонымен қатар тортымыз теп-тегіс болу үшін бізге кондитерлік приборлардың бірі скребок керек болады. Скребокпен яғни торттың жан жағын біркелкі етіп айландыра отырып тегістейміз. Міне достар, біздің тортқа арналған обтяжкамыз толығымен дайын болды. Көріп тұрғандарыңыздай теп-тегіс болып шықты. Менің каналыма тіркеліп, маған лайк басуды ұмытпаңыздар.